Қайырлы күн достар, қазір сіздермен бірге ерекше тамақ жасап көрсететін боламын. Бізге керек осындай етті осылай кубиктап турап алдым. Енді қазір қуыратын боламын. Осылай сұйық майымды құйып аламын. Осылай етімізді қуырып алатын боламыз. Осылай дәмдеуіштерімізді салып қуырып алатын боламыз. Өзіңіздің қалауыңызға қарай. Осылай перецімді де қосамын. Осылай етімді қуырып жатырмын. Қазір үстіне су құйып піскенше қайнататын боламын. Осылай суын құйдым. Ет бататындай қылып су құйып қою керек. Қайнап, енді піскенін күтеміз. Морковты да осылай ашып турадым. Қазір еттің үстіне салатын боламын. Осылай картошкамды да ашып қойдым. Енді қазір етімнің үстіне салатын боламын. Енді морковымды саламын. Картошкасын саламын. Нанымды дайындайтын боламын. Енді жұмыртқаны шығарыз. Осылай нанымды мана илеп холодильникке сала тұрдым. Осылай қылып екі бөлікке бөліп алдым. Енді қазір ысытын боламын. Көк жуаны осылай тазалап алдым. Енді уақтап турайтын боламын. Енді осы жуаның бетіне дәмдеуіштерді қосамын. Бұрыш қосамын. Азғантай тұз қосамын. Енді құрттай сұйық май құямын. Енді араластырамын. Осылай нанымды ысып алдым. Ортасына май жақтым. Үстіне жуасын салып жатырмын. Осылай жуасын салдым. Енді осылай ораймыз. Осылай кесіп аламыз. Осылай етімнің бетіне, картошкамның бетіне осылай нанымды салдым. Ортасына жуасын қосып. Енді қазір 20-25 минут пісетін болады. Достар, менің тамағым осылай пісті. Өте керемет, дәмді. Сіздерге де жасап көру кеңес берем. Менің каналыма лайк басып қолдауды ұмытпаңыздар.